Сальто. Төбелес емес, би. Сальто өзің білесің енді, білін. Кет, маэстро! Поехали! Ойда! Ойда! По-одесски, по-одесски! Рахмет. Көке, рахмет сізге. Мынау сізге рахмет. Көкелердің би болды кәдімгі бүйтіп. Сәулем, сәулем, сәулем деп. Бар ма құда баламен аман жолмен? Құдашалар жоқ па неужели? Аман жолмен бір. Аман жолмен екі. Аман жолмен екі жарым. Кел. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Билейміз ба, бауырым? Сақалмен ойланып қалдым да екен, билейм ма? Бізді билет жібере ма деп. Әлібек үшін. Міне, қол соқ көздер, Әлібек үшін дейді. Онда барып салу керек. Поддерживайте! Құда бала против құда бала. Маэстро. Давай! Поддержка, поддержка! I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is when you talk dirty to me. Ой, рахмет. Ана жағаға шықпаған құрбақа ұқсап не істеп жатсың бейді? Саған ризамын, қол соғып қояқ, әдем, құда бала, күшті, аман жол. Бөлек екенсің. Бірақ полуфинал қылайық енді. Полуфинал, жартылай финал. Аман жолмен кім бар? Бас жүлде, ақшалай, сыйлық. Қазір шықпағандар өкініп қалмасын. Аман жолмен кім бар? Жартылай финал. 1. Аман жолмен кім бар? 2. Аман жолмен кім бар? 2 жарым. Аман жолмен кім бар? Бар ма? Балалар. Аман жолмен кім бар? Жоқ, мына жерде бір қыз. Кел, мына қыз, кел. Шығарайын деп отыр ғой мына қыз. Кел. Рахмет. Онда анан емізсе анан жылап қалмасын. Ешкім жоқ екен. Бүгінгі ойынның жеңімпазы, онда абсолютный чемпион, аман жолға ту қол шапала. Данияр қайда? Данияр ақшалай сыйлық бас жүлде, ақшалай сыйлықты, және де бас жүлденің сыйлығы мынау айтты ғой, мынау колонкын айтты ғой. Қол соғып қойыңыздар, аман жолға. Және де Даниярдың атынан ақшалай сыйлық. Сосын аман жол, машинаң бар ма? Анақта бар дейді. Күліш керектер бар деп жатыр ғой. Көкелерім бар ғой. Көкелерім, көкеңе апарып бер, қол соғып қойып. Және енді құда баласың ғой. Кейін осы тойды әңгіме қылып отырып, мен үйіңе барып шай іш.